Ертеде ит пен мысық адамдармен бірге тұрмаған екен. Олар орманда өз бетімен өмір сүріпті. Мысық: ой, маған орманда тұрған ұнайды. Бәрі тамаша. Күн жылы, құстар сайрайды. Маған адамның керегі жоқ. Ақтөс айтады: бірақ түнде суық, қар жауса тамақ табу қиын, ал адамдар жылы жерде тұрады. Дастарханы толы ас. Мысық мырс етіп күліп: мен бәрібір өз бетімше өмір сүре алам. Бұл кезде жаңбыр жауып жел соға бастайды. Мысық дірілдеп томып: Ақтөс, мен де тоңдым. Адамдар бізге пана бола ала ма екен? Сонда Ақтөс: иә, егер біз жақсы, мейірімді болсақ, олар бізді жақсы көреді. Келесі күні таңда екеуі ауылға қарай бет алып ауылға келеді. Үйдің алдында кішкентай қыз Айша ойнап отыр. Айша қуанып: ата, қараңызшы, мұнда ит пен мысық келді. Атасы сәт жымиып: олар аш сияқты. Кеттік, тамақ берейік, жылы орын көрсетейік. Айша оларды сипап, қамқор болып, сүт пен нан береді. Ит қуанып, құйрығын бұлғап, мысық мияулап алғысын білдіреді. Содан бастап ит адамға адал дос, ал мысық үйдің сәні болыпты. Кешкілік. Ит есіктің алдында күзетіп, мысық үй ішінде Айшаның қасында ұйықтап жүреді. Күндердің бір күнінде Ақтөс: көрдің бе, Мырсик? Адамдар бізге қамқор. Біз де оларды қорғап, жақсы көруіміз керек. Мысық қуанышты үнмен: иә, енді мен ешқашан бұл үйден кетпеймін. Айша мені жақсы көреді. Сөйтіп, ит пен мысық адамға үйренді. Ит адалдықтың, ал мысық жылылық пен мейірімнің белгісі болыпты. Айша айтады: біз бір-бірімізге керекпіз. Барлығы бірге Айшаға қарап: иә, дұрыс айтасың. Достық ең тамаша сыйлық.